Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Бөдене KZ каналы. Бүгін біздің инкубаторға 14-ші күн, яғни бізде алдында 9-шы күннен бастап жаңағы жұмыртқаларды сушкіге қойғанбыз. Енді бүгін 14-ші күн, біз енді бүгін максималды түрде влажностьны көтеретін боламыз. Бүгін календарь сызып қойдық, соған өткен күндерді сызып отырмыз. Бүгін міне 13-ші күн бітті. Міне бүгін ертеңнен бастап міне 14-ші күн басталды, 14-ті, 15, 16-ші күні бітеді. Бізде 2-сі, 3-і вылуп болу керек. Енді бүгін суын құйып, бізде екі жақтағы да суын алып тастағанбыз. 9-ші күннен бастап су жоқ. Енді бүгін максимал түрде екі жағында да, екі бочкасында да су құямыз, және влажностьын максималды ең жоғарғы қойып көтеретін боламыз. Оған қоса біз тағы да бір кішкентай ыдысқа тағы да қосып су қойып қоймақшымыз. Енді влажность жоғары тезірек көтерілу үшін қазір сіздерге көрсетемін. Ең бірінші біз күнделікті ертеңгісін кешке жарты сағатқа жұмыртқаларды суытып жатырмыз. Осы суытқан кезде осы шараларды жасап тастаймыз. Бізде қазір нагрев тоқталды 30 минутқа. Тек қана ішіндегі вентилятор ғана қосылып тұрады, суытып тұрады ішін. Нагрев өшті. Енді ішіндегі жұмыртқаны, лотокты қазір қисайып тұр ғой. Енді осыны ручныйға қоямыз. Ручныйға түсті. Енді осыны тік қойып алатын боламыз. Тік қойдық. Енді осы лотокты алып бізде мына лотоктардың ішінде су жоқ, міне құрғап тұр, құрғап қалған іші. Енді осыған су қоятын боламыз. Енді ең бірінші осындай ыдысқа бірінші астына су құйып қоямыз, өйткені влажность тезірек көтерілу үшін. Және бутылкаға су құйғанда желательно жаңағыдай жылы су құйған дұрыс, сонда тез буланатын болады су. Міне, енді су қойдық. Енді біз жұмыртқаларды мына вентилятор жылу ұрған кезде, мына инкубатордың ішінде основной жылу, мына инкубатордың ішінде мына жылу беретін кулер жақ, вентилятор жақ жылуды бет ұрады да, мына жақ максималды түрде жылы болады да. Мына жақтан қарағанда, мына жақтың температурасы кішкене, екі жақтың температурасы екі түрлі болады. Сондықтан біз жұмыртқаны лотокты салған кезде, біз күнделікті суытқан кезде алып, бір күнде емес, бір 2-3 күнде бір айналдырып, мына жақ басын мына жаққа, мына жақ басын мына жаққа өстіп айналдырып ауыстырып тұрамыз. Енді бүгінде міне қазір лотокты біз осылайынан алған болсақ, енді керісінше былай айналдырып, керісінше салатын боламыз.
міне болды, қойылды. Енді біз қайтадан мына лотогымызды автоматты түрде 2 сағатқа айналатындай қылып автоматты түрге қосып қоятын боламыз. Болды. Енді мына лотогымыз қазір қостық. Енді қазір қараймыз міне. 1 сағат 59 минуттан кейін келесі бетке айналатын болады. Болды, енді өстіп, қазір жарты сағаттан кейін қайтадан бетін жабамыз. Енді суын, ішіндегі суын, сыртындағы суын қадағалап тұрамыз. Енді мына сыртындағы су тез жаңағы буланып кететін болады да. Мынада бутылкадағы су бітіп қалмау керек бізге. Сосын арасында енді влажностьтың да тексеріп тұрамыз. Егер влажность төмен болып бара жатса, жаңа су шашқышпен жұмыртқаның бетін су шашып та влажностьтін көтеріп алатын боламыз. Сосын ертең жұмыртқа балапанды жарып шығатын уақытқа таман жұмыртқаның бетіне су шашып, дымқылдығын, влажность көтереміз. Мінекей достар, бізде бұл кеше болды. Алдындағы инкубатордың жұмыртқаны балапан қылып шығарудың жалғасын айтып кетейін. Алдында 9-шы күннен бастап сушкиге қоямыз дедік. Сушки дегеніміз 9-шы күннен бастап, инкубатор 9-шы күн болғанда барлық суын алып тастаймыз. Сонымен 14-ші күнге дейін сусыз тұрады ішінде. Сосын 14-ші күн болғанда, сосын қайтадан 2 бутылкасына да су қоямыз. Сосын влажность максимальныйға қоямыз. Енді біз қосымша тағы да астына кішірек бір ыдысқа қосымша тағы да су қойып қойдық, что влажность көбею үшін. Сонда біздің инкубатордың ішінде влажность 85-90%-ға дейін көтеріледі. Ол влажностьтың көтерілуі балапандардың жұмыртқаны тезірек жұмсақ тез жарып шығуына тез көмектесетін болады. Енді бізде бұл почти бітті, бірақ ішінде қалғаны бір қанша 15-20 шақтысы қалды ішінде. Оның 10 емес 9 штук жұмыртқа не оплодный болып тұр. Ал қалған тағы да бір 10 шақты жұмыртқа әлі шықпады, бірақ жыбырлап тұр. Бүгін міне сол 10-ның ішінен біреуі міне жарып шықты жаңа. Осы бір жарты сағат бұрын. Қалған 10 жұмыртқаның ішінен. Қалған 10 жұмыртқаның ішінен міне жалғыз біреу. Бос ячейкалар. Мына жерде 10 шақты, ар жағындағы 9 штук неоплодный. Мына ішінде мыналар әлі жыбырлап тұр. Бір 3-4-еуінде движение бар. Енді до конца көреміз енді. Бүгін 17-ші күн бітіп, 18-ші күн басталып жатыр. Сондықтан асықпаймыз, көреміз тағы да қанша процент шығатын. Енді қазіргі осы есептің өзінде біз салған 210 жұмыртқа салғанбыз. Сол 210 жұмыртқаның бізден шықты 86-сы шықты. Мұнамен 87, кеше ғана бір ауырып шыққан бір балапан бар, сонымен 188 балапан шықты бізден. 210-ның 188 шықты. Сонда общий пайызбен алғанда 90-95%-дай жалпы шығып тұр инкубаторден. Инкубаторға салған жұмыртқаның 90%-ы балапан болып шығып тұр. Енді ол да бір жағынан жаңағы жұмыртқаның сатып алған кездегі алған плодный, неплодныйына да байланысты. Біз алдыңғы алған жұмыртқамызда 40-45 па сонда неоплодный болып шыққан. Енді мына екінші алған жұмыртқамызда 9 ғана неоплодный болып тұр. Енді оны неоплодный дегенде жаңағыдай 15-ші күн, 14-ші күннен кейін максимальный түрде влажностьті көтеріп қоямыз дедік. Сол кезде әр жұмыртқаны алып, астына шам жағып,
жаңағы неоплодный емес екенін сол кезде тексеріп аламыз. Ол жерде неоплодный жұмыртқалар жаңағы жұмыртқаны алып асты жағына бүйтіп шам жаққан кезде жұмыртқа прозрачный болып тұрады іші, ал плодный ішінде уже балапан бар деген жұмыртқа іші қап-қара болып ештеңе көрінбей тұратын болады. Енді осы біздің екінші шығарғанымыздан балапандардан 90% шықты бізде.